Дүние жүзіндегі ең бай 10 президент, олардың ішіндегі бірінші орындағының мүлкі 6 триллионнан асады. Сіз Билл Гейтс пен Илон Маск сияқты әлемнің ең бай адамдарының есімдерін көп естіген шығарсыз, бірақ әлемдегі биліктің шыңында отырған ұлттық көшбасшылардың қанша байлығы бар екенін білесіз бе? Олар халықтан бір тиын да алмаған халықтың мемлекеттік қызметкері ме, әлде сырын жасырып, үн-түнсіз миллиардер болғандар ма? Бүгін әлемдегі ең бай 10 президентті бірге қарастырайық. Біздің 4 төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. 4 төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап қуаттап қойыңыз. 10-шы орында Мұхаммед VI. Марокко Африкадағы өзінің корольдік отбасын әлі күнге дейін сақтап отырған санаулы елдердің бірі. Елдің жер көлемі үлкен болмаса да, Марокко корольдік отбасы әлемдегі ең бай король отбасыларының бірі болып табылады. Шетелдік ақпарат құралдарының хабарлауынша, Марокконың қазіргі королі Мұхаммед VIның байлығы 5,7 миллиард ақш долларын құрайды. Аса байлықтың сыртында, ол әкесі Хасан IIның тағына ие болған кезде, ол отбасының орасан байлығында бірге мұра етті. Бірақ оны жай ғана бай адам деп ойламаңыз, бұл патшаның өзі Мароккодағы бизнес магнаты және ең жақсы банкир. Бұл жігіт Марокконың экономикалық өмірлік желісін дерлік басқарады. Телекоммуникациядан банктерге, тау-кен өнеркәсібі мен энергетикаға дейін барлық жерде Марокко корольдік отбасының инвестициялары бар. Сонымен король Мұхаммед VI Монакодағы ең бай инвесторға айналды. Сонымен қатар, ол Мароккодағы ауыл шаруашылығы магнаты. Айтпақшы, Мароккода ауыл шаруашылығына салық салынбайды. Бұл корольдің жеке өмірі де өте қызықты. Ол сүйкімді әйелге үйленген және 2 баласы бар. Жыл сайын оның туған күні бүкіл Марокко еліне демалыс күн беріліп мерекелейді. Оның сәнді сарайының күнделікті күтім бюджеті 960 мың ақш долларына дейін жетеді. Ол бай қуатты және өмірде жеңімпаз екені сөзсіз. 9-шы Дональд Трамп. Трамп президент болғанға дейін ақштағы атақты бай адам және жылжымайтын мүлік саласының танымал тұлғасы болған. Білесіз бе, ол президент болған кезде небәрі 1 ақш доллары көлемінде жалақы алған. Сонымен Трамптың қанша ақшасы бар екенін көрейік. Forbes журналының бағалауы бойынша Трамптың қазіргі таза құны шамамен 2,5 миллиард долларды құрайды. Бұл ол билікке келген кезден 1 миллиард долларға азайған. Бұл негізінен COVID-19 эпидемиясының және саяси күйзелістің оның қонақ үйлеріне, гольф алаңдарына және басқа да бизнестеріне әсер етуіне байланысты еді. Біз Трамптың саяси тәжірибесіне түсініктеме бермейміз, бірақ Трамп шынымен де іскер және бір кездері әлемдегі ең жақсы бизнесмендердің бірі саналған. Ол басында бизнесті құралақан жағдайда бастамаса да, жылжымайтын мүлікпен айналысатын ақшалы әкесі бар болса да, Трамп әкесінен қарызға алған ақшасын қайтадан қайтаруы керек. Трампты байдың баласы деп айтуға әбден болады. Трамптың активтеріне негізінен оның Нью-Йорктегі, Чикагодағы, Сан-Францискодағы және басқа жерлердегі жылжымайтын мүліктері, сондай-ақ дүние жүзіндегі қонақ үйлері, курорттар мен гольф алаңдары кіреді. Сондай-ақ оның бренд лицензиясы және медиа табысы бар, мысалы, шәкірт шоуынан алынатын роялтиптері. Сонымен қатар, оның ұшақтары, тікұшақтары, сәнді көліктер мен және зергерлік асыл тас жақұт бұйымдар сияқты жеке мүліктері де бар. Бір қызығы, Трамптың жеке байлығына қатысты Forbes тізімі басында 3 миллиард ақш доллары деген, ал басқалар зерттегенде 4 миллиард ақш долларынан астам делінген. Содан Трамп қатты наразылығын білдірді. Олар оның байлығының құнын тым төмен бағалады деп санайды. Трамп оның таза байлығы 10 миллиард ақш долларынан асады деп бірнеше рет мәлімдеген. Соңында Forbes оған салыстырмалы түрде 2,5 миллиард ақш доллар көрсеткішін берді. 8-ші Себастьян Пиньера. Себастьян Пиньера Чили президенті болып 2 рет сайланды. 2010-нан 2014 және 2018-ден 2022 жылдар аралығында сайланған. Бұл мырза бизнес-инженерияны оқып қана қоймай, Гарвард университетінде докторлық дәрежесін алды. Кейін ол тез арада миллиардер болды. Себастьянның өзі несиелік карта компаниясының негізін қалаушы. Ұлттық радио телеарнаның 90% акциясына иелік ететіндіктен, оның миллиардтары одан да артқан. Сонымен қатар, ода әртүрлі саладағы компаниялардың акциялары да бар. Мысалы, Лан әуе компаниясының 27%-на, футбол клубының 13% акциясы бар. Бұл жерде бұған оның басқа да компаниялардың шағын акциялары есептелмеген. Бірақ ол президент болып сайланған соң, күдік тудырмас үшін, ол ақыры осы акциялардың барлығын сатуды жөн көрді. 2010 жылы ол Чили телеарнасын 160 миллион ақш долларына сатты. Сонымен қатар Лан әуе компаниясының акцияларын да сатты. Бір сөзбен айтқанда, Себастьян өте мықты миллиардер бизнесмен, ал президент болу оның бизнес жүргізу қарқынын бәсеңдеткен жоқ. Кім президентпен бизнес жасағысы келмейді дейсің?
7. Гансадам 2. Альпі тауының арғы жағында орналасқан, аумағы 160 шаршы шақырым. Лихтенштейн князьдігінің халқы небәрі 39 мың адам, бірақ жылдық ішкі өнімі 6 миллиард ақш долларынан асады. Мұндағы туризм мен штамп индустриясы өте дамыған. Бір қызығы, бұл елді жалға алуға болады. Бір сөзбен айтқанда, ақшаң жеткілікті болса, қысқа мерзімде осы елдің мемлекет басшысы қызметін атқара аласыз. Әдемі аймақта және Еуропадағы ең бай корольдік отбасылардың бірі болса да, Лихтенштейн корольдік отбасы әрқашан қарапайымдылықты ұстанды. Корольдік отбасының байлығын бақылаушы ретінде Ганс адам 2 өз байлығын ұзақ уақыт бұрын жеке банкте сақтаған. Банкке салынған ақшада үнемі еселеніп отырады. Бұл Ганс адам 2-ның бай болуының бір себебі. Ақшасын банкте сақтаумен қатар, Ганс адам 2-ның дәулетті адамға айналуының ең үлкен себебі Лихтенштейн корольдік отбасына тиесілі жер меншігінде. Бұл жер иеліктері Германияда, Австрияда, Венгрияда, Чехияда және басқа елдер мен аймақтарда бөлінген. Жерлердің бағасы тоқтаусыз өсуі Ганс адам 2-ның байлығында тоқтаусыз көбейтті. Сонымен қатар, Лихтенштейн корольдік отбасының мүлкіне 2 сарай мен қайта өрлеу дәуіріндегі құнды өнер туындылары кіреді. Олардың көпшілікке ашық түрде көрсетіледі. 2022 жылғы жағдай бойынша, Ганс адам 2-ның 6,2 миллиард долларға бағаланған таза байлығы қазірдің өзінде бүкіл елдің жылдық ішкі өнімімен салыстыруға болады. 6. Сильвио Берлускони. Итальяндықтар үшін Берлускони ұнаса да, ұнамаса да, бұл қарт шындық пен абсурдқа толы адам. Ол осы елдің тарихына 30 жыл бойы сіңісіп кетті. Оның есімі парламентте, түнгі клубтарда, стадиондарда үнемі аталып жүреді. Сонымен бірге Берлускони бұқаралық ақпарат құралдарында, қаржы және спорт салаларында орасан зор қуатқа ие. Ол бір кездері Италиядағы ең бай адам болды. Ол Forza Italia партиясын құрып қана қоймай, 3 рет Италияның премьер-министрі қызметін атқарды. Соғыстан кейінгі Италиядағы ең ұзақ уақыт қызмет еткен премьер-министрлердің бірі болды. Сонымен қатар, романтикалық жеке өмір салтының арқасында ол соттың докына жиі келеді және Италиядағы ең күшті плейбой ретінде танымал. Бұл ғана емес, ол атақты Милан футбол клубының бұрынғы төрағасы және әлем назарын өзіне аударған таза жасыл шөп алаңды жасаған. 1973 жылы ол Италияның бірінші жеке телеарнасын ашты. Содан бері ол инвестиция арқылы өзінің медиа аумағын кеңейтуді жалғастырды. Кейін оның медиа империясы 3 телеарнасы бар Италияның ең үлкен кітап баспасы тобына айналды. Ол бұл тенденцияны да ұстанып Италиядағы танымал бұқаралық ақпарат құралдарының көшбасшысы болды. Оның тобына әмбебап дүкендер, сақтандыру компаниялары, тіпті кейінірек Милан футбол командасы да кірді. Оның іскерлік рухы жасы ұлғайған сайын төмендеген жоқ. Қартайған жасында ол әлі де жағдайды қадағалап, TikTok қысқа бейне платформасында жеке аккаунт ашты. Берлускониге ондаған жылдар бойы жинақталған ақша орасан зор байлық сыйлады. Ол бір кездері Forbes-тың байлар тізімінде Италияда 1-ші, Еуропада 3-ші және әлемде 13-ші орында болды. Bloomberg миллиардерлер индексіне сәйкес, 2023 жылғы жағдай бойынша Берлусконидің байлығы шамамен 6,8 миллиард ақш долларын құрады. Бірақ бір кездері әлемдік билік пен байлықтың шыңында тұрған, аты аңызға айналған тұлғаның өкінішке орай 2023 жылдың сәуірінде дүниеден өтіп, 86 жылдық аңызға айналған ғұмыры аяқталды. 5. Мұхаммед бин Рашид Әл Мактум. Дубай корольдік отбасына келетін болсақ, барлығының ойына өте бай адамдар елестейді. Дубай корольдік әулеті әрқашан әдемі келбетімен танымал. Корольдік әулеттің ханзадалары мен ханшайымдары дәл 1001 түн ертегісіндегідей. 2006 жылы Мұхаммед мантияны мұра етіп алып, жаңа шейх болды. Мұхаммед қызметке кіріскеннен кейін Дубайдың жаңа даму стратегиясын белгілеп, Дубайды қаржы мен сауданы біріктіретін халықаралық қалаға айналдырды. Әкесінің ықпалымен Мұхаммед әлемдегі ең үлкен жасанды арал Пальма Джумейра сияқты әлемдегі ең жақсылардың көпшілігін тұрғызды. Құрылысқа жұмсалған қаражаттың өзі 14 миллиард ақш долларына жетті. Сондай-ақ Мұхаммедтің тағы бір туындысы, биіктігі 828 метр болатын әлемдегі ең биік мұнара Бурдж Халифасы бар. Сонымен қатар, Мұхаммед әлемдегі ең сәнді 7 жұлдызды қонақ үйді, Бурдж Әл Араб қонақ үйін салды. Ондағы бөлменің ең кішкенесі 170 шаршы метрді құрайды. Ал ең үлкен бөлме онда тіпті жарыс көлігінде жүргізуге болады. Бөлме бағасы да күні 900 ақш долларынан басталады. Бұл сәнді ғимараттар туризмнің дамуына сәтті ықпал етті. Ел ақша тапты, табиғи түрде халықта байыды. Дубай азаматтары жұмыс істемесе де, мемлекеттің көмек қаражатына сүйеніп жақсы өмір сүре алады. Оларға емделуге, оқуға, некеге тұруға және бала тууға көмек қаражат беріледі. Дубайдағы көптеген жұмыс орындарының жылдық жалақысы өте жоғары, ал халқының өмір сүру деңгейі өте жақсы.
Патша ретінде Мұхаммед әрине ләззат алу үшін ең көп ақша жұмсайтын адамға айналды. Ол атқа мінгенді ұнататындықтан әлемдегі ең сәнді жылқы майданын салуға 3 миллиард ақш долларын жұмсады. Ол жылқыларды жақсы көрген сияқты, әрине сәнді көліктерді де жақсы көреді. Мұхаммедтің атында қаншама жүздеген люкс көліктері бар. Ол дүниедегі барлық дерлік қымбат көліктерге ие. Ол жиі қолданатын 3 миллион долларлық Мерседес көлігі оның сәнді көліктерінің ішіндегі ең арзаны болса керек. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, оның жалпы жеке активтері 14 миллиард доллардан асады. 4-ші халифа бен Заид әл-Нахаян. Ол Біріккен Араб Әмірліктерінің негізін қалаушы президенттің ең қымбатты ұлы. Ол 21 жасында ресми түрде тақ мұрагері болды. Және қорғаныс министрі қызметін атқарды. Ол тағына 56 жасында отырды. Халифа әлемдегі ең бай президент ретінде танымал, бірақ ол әрқашан ел көзіне өзін қарапайым ұстайды, және жеке өмірі мен жеке байлығын жасыруға шебер. Американдық Forbes журналы халифа жүздеген миллиард баррель шикі мұнай қорын және 800 миллиард ақш долларынан астам тәуелсіз қорларды бақылайды деп мәлімдеді. Ол Дубайға 2008 жылғы қаржылық дағдарыстан аман шығуға көмектесу үшін жеке өз атынан ақша бөлген. Әлемдегі ең биік ғимарат оның есімімен аталады. Мэро басылымының мәліметі бойынша, халифаның кейбір мүлкі оның сотқа қатысуына байланысты 2020 жылы әшкере болған. Оның тек Лондонда 140 жылжымайтын мүлкі бар. Соның ішінде Оксфорд көшесіндегі BHS деген ғимараты бар. Жалпы құны шамамен 5,5 миллиард фунт стерлинге жетеді. Ол сондай-ақ 2010 жылы Англия патшайымы берген ең жоғары мәртебе рыцарь кресті алды. 2013 жылы халифа Ұлыбританияға ресми сапарын атап өту үшін арнайы жоспарлап салтанатты кеш ұйымдастырды. Жұмысшылар майданды 4 ай бойы дайындады. Сондай-ақ ол кешке түнде және келесі күндері қонақтарды орналастыру үшін жақын жерден бірнеше үйді сатып алды. Ол тағы Ұлыбританияда пасторлық үй сатып алу үшін 60 миллион фунт стерлинг жұмсады. Бірақ ол жергілікті суды ішуге дағдыланбағандықтан ол жерде ешқашан түнеген емес. Бірде ол адамдарға Франциядағы Эвиан шағын қаласында өндірілген Эвиан минералды суын өз үйінің су қоймасын толтыру үшін әуеден тасып әкелуді бұйыртты. Халифаның зәулім үйлері бүкіл Еуропада таралған. Францияда халифаның бірнеше жылжымайтын мүліктері бар. Олардың бірінде теңіз жағалауындағы курортқа тікелей апаратын жеке аспалы көлігі де бар. Испанияда да оның бірнеше жылжымайтын мүліктері бар. Олардың бірі 10 жылдан астам бармаған саяжай үйі болды. Онда ол 15 үй қызметкерінің жалақысына жылына 450 мың фунт жұмсайды. Оның қазіргі таза байлығы консервативті түрде 15 миллиард долларға бағаланады. 3-ші Хасан ал-Болкиях. Бруней өте кішкентай ел. Дегенмен, осы шағын ауданның астында мол мұнай мен табиғи газ көмілген. Тек ресурстардың экспортына сүйенсек, Брунейдің жан басына шаққандағы жылдық ішкі өнімі 29 мың ақш долларына жетеді. Сондай-ақ Бруней өте оңай бай еліне айналды. Бруней монархиялық мемлекет. Британдық монархиядан айырмашылығы, Брунейдің байлығы патшаның байлығына жатады. Дегенмен Хасан алдың өзі өте дарынды. Ол халықты гүлденуге жетелеп қана қоймайды. Сонымен қатар ресурстарға сүйену ұзақ мерзімді шешім емес екенін біледі. Сондықтан Хасан ал Брунейді сәтті туристік елге айналдырды. Тіпті ресурстар таусылған болса да, Брунейдің байлығы үлкен көлемде қысқармайды. Сонымен қатар, Хасан ал көптеген елдерде акцияларға, облигацияларға және жалпы құны 20 миллиард ақш долларына дейінгі шетелдегі жылжымайтын мүлікке инвестиция салған. Бай Хасан ал өмір сапасына үлкен мән береді. Ол тұратын Нурул Иман сарайы 200 мың шаршы метр аумақты алып жатыр. Бұл Букингем сарайынан 4 есе үлкен. Бұл Гиннес кітабындағы ең үлкен сарай. Ішінде алтын әшекейлерді кеңінен пайдаланудың арқасында оның құны 5,4 миллиард ақш долларына дейін жетеді. Оның тағы бір Гиннес рекорды бар, яғни оның атында 7 мыңнан астам люкс көліктері бар. Оның ішінде тек 604 дана Rolls-Royce бар. Ол әлемдегі ең көп Rolls-Royce көлігінің иесі. Олардың көпшілігі көпшілікке арналған емес. Жеке тапсырыс бойынша модельдермен және таза алтыннан жасалған бірнеше люкс көліктер де бар. Шетелде Хасан алдың жылқы фермасы бар. Ол Брунейден әлдеқайда үлкен. Онда 250-ден астам құлын бар және әр құлынның жеке кондиционері бар. Сонымен қатар 21 дана жеке ұшағы бар. Хасан ал өзіне және отбасына ақша жұмсағанда аянбайды. Халқына жомарт жеңілдіктер жасайды. Брунейде 450 мыңнан астам адам бар. Емделу үшін тіркеу жарнасы бар болғаны 80 теңге. Ал қалғанын король өзі төлейді. Сонымен қатар, бастауыш мектептен университетке дейін оқу ақысы тегін. Ал егер сіз шетелде оқысаңыз, жеткілікті өмір сүру шығындары қамтамасыз етіледі. Үй алуға мүмкіндігі жоқ азаматтарға үкімет төмен жалдамалы үйлер береді. 20 жыл жалға алып отырсаңыз, соңында бұл үйге иелік ете аласыз.
Ақшаң бар ма, жоқ па, әйтеуір шаңырағың төбеңнен шығады. Жасың 60-қа келген соң мемлекетте мардымды зейнетақымен қамтамасыз етеді. Ұлттық бақыт деңгейі салыстырмалы түрде жоғары, сондықтан Хасанал ақша жұмсауды жақсы көрсе де, ол әлі де халқының құрметі мен сүйіспеншілігіне ие. Екінші Маха Важиралонгкорн. 1952 жылы Маха Таиланд корольдік отбасында дүниеге келді. Ол бұрынғы Таиланд королі Пхумиболдың жалғыз ұлы болды. Таиланд өте патриархалдық ел болғандықтан, Маханы бала кезінен ата-анасы өте жақсы көрген. Таққа отырғаннан кейін ол ақша жұмсауға өте құмар болды. Оның алдында Сауд Арабиясы мен Дубайларды айтуға тұрарлық емес. Оның жеке активтері 40 миллиард ақш долларын құрайды. Бұл сол кездегі Англия патшайымының байлығынан 80 есеге көп. Саудиялық шейх өзінің алтын тауын 2 рет көшірсе де оның байлығына жетпейді. Оның сансыз зәулім үйлері мен сәнді көліктері бар. Статистикаға сәйкес Маха гаражында 600-ден астам люкс көліктері бар. Олардың әрқайсысы шектеулі шығарылым немесе жоғары деңгейлі модель болып табылады және сатылған кезде миллиондаған доллар құны бар болады. Сонымен қатар, Маха үлкен жеке реактивті флотқа ие. Оның ішінде 3 коммерциялық ұшақ, 4 Боинг жолаушы ұшағы, 21 тікұшақ және 7 қауіпсіздік ұшағы. Тек жылдық техникалық қызмет көрсету ақысы ондаған миллионды құрайды. Бірінші орында Путин. Жыл сайын әлемдегі ең бай байлықты бағалауда Путиннің жеке байлығы барлығын қызықтыратын тақырып. Өкінішке орай, Путиннің жеке мүлкін дәл есептеу қиын. Өйткені ол ешқашан өзінің шынайы қаржылық жағдайын жариялаған емес. Ресей үкіметі де бұл ақпаратты белгілі бір дәрежеде қорғаған. Дегенмен жұртшылықтың көзі өткір. Кейбір сарапшылар оның жеке байлығын, оның негізгі қаражатын, өмір салтын, саяси ортасын сараптап, 200 миллиард ақш доллары шамасында деп есептеген. Путиннің Ресейді басқарған 14 жылында оның жалақысы, компания активтері, жылжымайтын мүліктері мен қымбат көліктері, сондай-ақ көптеген акциялар мен банктік депозиттерінің жалпы сомасы шамамен бұл көрсеткішке жетуі мүмкін. Ресейдің ең ықпалды императоры Путин Ресейдің Сургут бензин компаниясының 37% және Газпром акцияларының 4,5%-на иеленетінін білуіңіз керек. Осы екі супер энергетикалық компанияның өнеркәсіптік ауқымы әлемде 3-ші орын мен 1-ші орынды иелейді. 2012 жылдың өзінде Газпромның жылдық корпоративтік пайдасы 93 миллиард ақш долларына жеткен. Бұл ғана емес, император Путиннің күнделікті шығындарға қатысты да жомарттығы бар. Ол 2000 жылы президент болғаннан бері костюмнен жейдеге дейін, галстуктан былғары аяқ киімге дейін, жемпірден күннен қорғайтын көзілдірікке дейін күнделікті қажетті заттардың бәрі жоғары деңгейдегі арнайы тапсырыстармен жасалынған. Ол тек 100 мың ақш доллары көлеміндегі президенттік жалақысын ғана пайдаланса, оны төлеу мүмкін емес. Оның үстіне бұқаралық ақпараттардың өкілдері Путиннің 58 ұшағы мен тікұшағы, сондай-ақ Қара теңіздегі құны 1 миллиард ақш долларын құрайтын сараймен қоса 20 зәулім үйі бар екенін көрсетеді. Оның тіпті саны да белгісіз тау-кен орындары бар, және оның нақты активтерінің түбіне жете алмайсыз. Ал егер бұл есептері рас болса, 200 миллиард ақш долларын құрайтын активтер шынымен де төмен бағалануы мүмкін. Путин қазіргі уақытта әлемдегі ең бай адам екені даусыз. Міне, осы эпизодты бақылауымыз аяқталды. Осы бөлімнен алған білім сізге ұнайды деп үміттенемін. Видео жаман емес деп ойласаңыз, видеоның төменгі жағындағы лайк басуды ұмытпаңыз. Және осы арнаға жазылыңыз, және хабарландыруларды алу үшін қоңыраушаны ашыңыз. Көргеніңіз үшін көп рахмет.